Реал Мадридтің барша жанкүйерлерін 15-ші Чемпиондар лигасының кубогымен құттықтаймыз. Марко Ройс үшін өте обидно. Еще именно шыққаннан кейін 2 гол салып жүргенше. Чуть жылап жүруге қалдым мен. Как будто товарищеский матч болған сияқты. Винисиус теппей жатып, Беллингем қолын көтеріп қуанып жатты осы кезде. Байқадыңдар ма? Барлығы қуанып жатырған кезде Беллингем жылап жатыр ма? Офсайд болмағанда ойын басқаша болар еді. Бұл Реалды кім тоқтата алады? Менің жеке ойым Арсеналды ойым жеке. Жеке өзінікі. Винисиус Роналдиньоны әлі Буцина да татымайды. Я Буцина татымайды. Бірақ келетір. Ассалаумағалейкум, құрметті футбол сүйер қауым, біздің сүйікті көрермендеріміз. Сіздермен әдеттегідей бұл Инсайт подкаст, сіздердің тұрақты және сүйікті жүргізушілеріңіз Ерік, Нияз және мен Сазирхан Паңсаған. Бүгін біз Чемпиондар лигасының финалын талқылайтын боламыз. Бүгін бізде қонақта әнші, медиафутболист, мен үшін топ 3 медиафутбол ойыншысына кіреді. Осы сезонда чуть-чуть қана ойнай алмады, а так негізі формасы жақсы, тамаша ойнайды. Менің досым, Еріктің де досы жақында, өйткені Ерік екеуінің араларында бір-бірлеріне ақша берген қуып кетсін. Менің досым әнші Жеңіс Ғарифолла. Жеңіс, қош келдің. Біздің подкастта біз көбінесе өзіміздің достарымызды шақырдық, бірақ осы жолы кішкене ерекше болсын деп тағы да досымызды шақырдық. Кешеге финалды көрдіңдер ма, жігіттер? Көрдік. Реал Мадридтің барша жанкүйерлерін 15-ші Чемпиондар лигасының кубогымен, Қалқанқұлақ кубок деп айтады ғой? Ушасты кубок, сол кубокпен құттықтаймыз. Құтты болсын, жеңістен жеңіске жете беріңіздер. Ал Боруссия Дортмунд өкінішке орай кеше 10 жылдан кейінгі финалында жеңіліс тапты. 11 жылдан кейін ба, қателеспесем. Сөйтіп Марко Ройс тағы да екінші орын алды. Марко Ройс үшін өте обидно, өте ойбу дейтіндей финал болды, бірақ еще именно шыққаннан кейін 2 гол салып жүргенше. Ол да бар. Чуть жылап жүруге қалдым мен. Жалпы финал жайлы бастамас бұрын бірінші Жеңістің футболға деген көзқарасын бере алайық. Мен айтпақшы андай Жеңіс деген андай адам ғой. Андай әнші, то есть. Андай әнші. Әндерін таниды, Жеңіс танымай қалады. Мен қасында жүрмін ғой всегда. Сол себепті мен Жеңістің возможно сіздер білмейтін шығарсыздар. Танымал әндерін айтқым келіп тұр. Сен ән айтайын өтсің ба? Біздің выпускте осындай, біздің шығарылымда осындай кішігірім ерекшелік айтып көршкен. Я возле дома твоего, зову тебя гулять, сердце запоминать. Тамаша. Жеңіс бұлай өзінің әнін онша емес түрде ешқашан естімеген шығар. Жеңіс кішкентай кезден бастап футбол ойнайсың. Сені білеміз, айтпақшы бізде біз Астанада футбол ойнаған кезде, Жеңіс шыққан кезде, бұған бұл Атыраудың профессиональный ойыншысы Есенел екен айтамын. Солай айтқан. Солай сенбеген, что бұл медийный адам екеніне. Танымай қалған. Танымай қалған. Футболда неше жастан бастап ойнайсың, кімге жанкүйерсің? Челси болеть етемін. Школ кезден бері ойнаймын. Бірақ ешқашан профессиональный футбол ойнамағанмын. Мені көрсе бәрі айтады, профиксің ба, профессиональный ойнайсың ба дейді. Мен мүлдем школ менде болмаған. Білейін, бәрі сөйтіп ойлайды әйтеуір. Сен кімде Оралда мини ЛФ ойнайсың? Мини ЛФ ойнаймын. Мини ЛФ өзіміздің командамыз бар ашқан. ММ Team дейтін. Әйтеуір голдар салып, соны Инстаграмға салып тұрады. ММДің атына қойдыңдар ма? Не үшін ММ? Жоқ, ММ Team. Біздің өзіміздің тренировать ететін баланың, тренеріміздің фамилия, имя, отчество үшінші әріп Манас Махамедов. Үшінші әріп жоқ. Үшінші әріп А болса ММА болады. ММА болады. Тамаша. Челсиға не үшін жанкүйерсің? Қандай не түрткі болды кезінде Челсиға жанкүйер болуға? Финал 2011 Драгбаның голынан кейін мен Челсиді прям полюбил. Бавариян жеңгенде? Оған себепкер Драгба, Дидье Драгба. Вождь. Дидье Драгба қазір сондай ойыншылар жетпейді өкінішке орай Челсиға. Терри, Лэмпорт, өте мықты игроктар болды. Торрес, былай. Бірақ енді әлі күнге дейін Челсиға нападениеға именно Драгба сияқты игроктар, сондай бір характерный игроктар жетіспейді да. Петр Чех ойнады. Петр Чех, самый ерекше вратарлардың бірі. Эшли Кол, Джон Терри, Гарри Кехил, Джозе Басингва, Рамирес. Защитта кімдер болады?
защита айтып бердім полный саған. Полный жетпейді. Тамаша. Енді кешегі ойынға келейік. Өкінішке орай биылғы сезонда Челси Чемпиондар Лигасында жоқ. Өкінішке орай келесі маусымда да жоқ. Бірақ жақсы жаңалықтар да бар. Бірақ Лига Европадар бар күшті. Иә, әйтеуір өтіп кеттіңдер, иә. Шүкір 6-шы орын ба? Палмерға рахмет достар. Иә, Палмер деген Англияның өте Прям самый мен қатты жақсы көретін ойыншылардың бірі. Кешегі ойынға оралайық кеттік. Осы жылғы открытие, кстати, Пальмер. Да, кстати. Пальмер. Лучший молодой игрок болды десең. Иә, кешегі ойын бойынша ойын жайлы қысқаша не дейсің кешегі? Кімге жанкүйер болдың, кім ұтады деп Боруссия ойладың? валитеттің Марк Ройсқа. Бірақ өкінішке орай именно Марк Ройс шыққаннан кейін обидно болып кетті сразу. Да? 2 гол кіріп кетті ғой. Блин. Негізі бірінші таймда Боруссия доминировать етті полный. Бірақ екінші таймда уже Анчелотти өзінің бұрынғы бір фишкасын қосып жіберді. Әдемі болды. Сосын, кстати, екінші гол привоз Матсоннан болды. Ол дейтін Челсидің игрогі. Левый защитник. Левый защитник. Именно поперечный пас берді, ар жақтан уже перехват. И дальше Винисиус қойды. Жалпы бірінші тайм бойынша жалпы соңғы 10 жылдықтағы осы финалдардың ішіндегі бірінші таймда XG дейді ғой, ожидаемый голдар. Сол голдар бойынша ең көп жоғары көрсеткіш болған екен. Соңғы 10 жылда 1.68. Яғни 1.5-нен көп гол салатын мүмкіндік болған Боруссия Дортмундтан. Кеше бірінші таймда көрдік қой. Фулкруг 1-2 ошибка жіберді. Адееми тыға алмай қалды. Брандта да жалпы көп атака болды Боруссия жақтан. Ол кезде әлі Реал створда теппеген еді. Сол кезде салып кетіп, сөйтіп финалдың сценарийі сондай күшті болады деп ойлап күтіп отырмын, өйткені Реалға бірінші салған команда сол ойын жалпы қызық болып кетеді ғой. Иә. Чем Реал бірінші салғаннан қарағанда деген сияқты. Қандай цитата бар еді сосын? Никогда не забивай Реал первый. Никогда не забивай и не забывай. Не забывай наш первый. Дортмундта бірінші таймда өкінішке орай өзінің мүмкіндіктерін қолдана алған жоқ. Бірақ кеше Дортмунд бірінші таймда көрдік, что олар Реалдан қорықпаймыз, біз де ойнай аламыз, біз де өз футболымызды көрсете аламыз деп шыққан. Бірақ өкінішке орай жолдары болмай бірінші таймда ешқандай голсыз аяқталды, 0-0 болды. Қызық емес тайм болды деп ойлаймын мен өз басым. Как будто товарищеский матч болған сияқты. Бір жанып тұрған ештеңе болған жоқ ондай, иә, кішкене. Матчқа қарағанда болельшіктерді көп көрсетті ғой қадымдар ма? Юрген Клопты көрсетті ба шынасында. Бір финалдың атмосферасы накалы жеткен жоқ, андай который бір-бірімен каждый андай стык болып, сондай. Бізде андай болды ансаған. Жеңіс бірге қарадық. Балдармен отырдық та, ойландық, қайдан қараймыз деп. Мынау деген бір барға барып қарайтын матч емес дедік қой біздер. Үйге барып қарай салдық. Татал сондай болды. Есентайға барып қарадық сосын. И ожидание прям бізді ақтады. Дәл солай болды. Шынымен де үйде қарап, андай жай ғана семечкінің өзіне ақша құртпай просто қарай салатын матч. Өкінішке орай, иә. Өкінішке орай. Негізі көп нәрсе күтіп едік. Мен бірінші таймды көргеннен кейін мен ойладым, скучный болып жатты. Негізі былай по матчу негізі бар моменттер, бірақ сонда да жеткен жоқ та, что финалдың ойына деген сияқты. Мен де сол кезде андай ой келді. Ең скучный финал. Камри алсам ба деп па? Ең скучный финал есімде мен Ливерпуль мен Тоттенхэм ойнады ғой. Чемпиондар лигасында. Иә. Сол кезде Мане қарсыласының қолына тигізіп, сөйтіп пенальти болып, и ойын сол жерде бітіп қалды да. Пенальти 1-0 болды уже. Ливерпуль не хочет, Тоттенхэм не сможет дейтін қызық емес болды, бірақ Ливерпуль алатыны сөзсіз еді. Кеше де сондай жетіспей тұрды, бір голдар жетіспей тұрды, бір бәлкім может опытта жетіспеген шығар. Дортмундта ма? Иә, Дортмундта. Дортмундқа. Бірақ Дортмундтың осы финалға дейін барғанның өзі негізі біраз нәрсені көрсетіп тұр. Олар уже Бундеслигада 5-ші орын алған команда, былай қарап тұрсаң. Бірақ жолда Парис Сен-Жермен, Атлетико Мадрид соларды құлатты да. И бір жағынан мынандай ой келді. Егер Дортмундтың орнына ПСЖ немесе финалға немесе Атлетико өткен кезде бұдан да зрелищный боламын деп ойладым мен де. Мен жеке ойым негізі ставкаң дейтін Реал мен кімге тіккен ма шығады деп финалға. Если ПСЖ мен
Реал ойнайтын болса мүлдем басқаша ойын болатын еді. Именно Мбаппеға да қатты байланысты болады, сосын Реалға да қатты байланысты болады. Бірақ өкінішке орай ПСЖ деген Дортмундқа гол сала алған жоқ қой даже 2 матчта. 180 минутта бір гол салмау, ол Париж Сен-Жермен сияқты андай үлкен грантқа ұяттау деп ойлаймын. Не болса да Дортмунд финалда заслужил. Финалда бірақ осылай 2-0 ұтылып қалуды не заслужил деп ойлаймын. Өйткені Дортмундтықтар бір голға ойнады. Оны бір гол тығатындай ойнады ғой кеше. Салды бірақ офсайдтан есінде. Офсайдтан салды. Сол кезде офсайдтан салды ғой айтпақшы, екінші таймда. Сол кезде қызық бірдеңе болайын деп күтіп тұрған сияқты болдық та, бірақ тез отмена жасаған ұяттау болды енді. Ана мнениеға қалай қарайсыздар? Лунинді отырғызса Куртуаны шығар. О, тамаша. Бізде осындай подкастта инициатива білдіретін қонақтарды жақсы көреміз. Лунинда басында былай айтты ғой, Лунинда кішігірім болезнь, простуда болып қалды, и сол үшін отырғызды деп. Ол бірақ Лунин кешегі финалда ұтқаннан кейін бір көңіл күй түспеді деп ойлаймын, өйткені Куртуа өзінің жасайтынын жасап. Мықты сейф жасады ғой. Иә, 0-ге тұрып берді. Сондықтан Лунинда ешқандай қарсылық жоқ шығар. Сосын кеше Кростың соңғы ойыны болды. Легенда. Клубтық карьерадағы. Өйткені әлі сборныйда ертең Евроны бітіреді. Бұлай қарап тұрсаң, Тони Кросста барлығы бар екен. Чемпиондар лигасы 5 рет жеңген ойыншы кеше. Кешегі құрамда ең көп жеңген игроктардың бірі. Игрок. Игрок па? 5 рет жеңген. 5 рет жеңген. Модрич те жеңді ғой. Мен Модрич біреуінде алған жоқ. Өйткені Тони Кросс Бавариядан біреуін алды да, сосын мына жақтан 4-ін алды. Сөйтіп бірінші орынға шықты. Тони Кросстың кешегі ойынын көріп қалғандар, осы міне осындай ойын болады деп. Өйткені неміс машинасы, ол өте немістердің көбісі андай перфекционист болады ғой. Өздерін сондай сол өрелінде кетіп қалу дейтін сияқты сондай сөздерін айтып, сондай нәрсені ұстайды ғой. И олар сол өрелінде кетіп қалу деп екінші орында кетіп қалу тоже. И Тони Кросстың негізі әлі ойнайтындай ақ 2-3 сезоны бар, көріп тұрмыз ғой. Енді шаршап қалмайды, жай жүрмейді деген сияқты. Точность передач всегда 90-нан жоғары. Сондықтан Тони Кроссқа тек қана көп рахмет айтамыз, осындай әдемі карьера үшін, бізде осындай футболға сүйіспеншілігімізді оятқаны үшін, тамаша пастармен, сквозной пас дегенді біз PlayStation'да ғана қолданатын, соны өмірде осындай болады деп көрсеткен үшін көптен көп алғыс айтамыз. Тони Кроссқа енді алдағы Еврода тек қана сәттілік, Еврода ол алмаған трофей сол Евро ғой. Чемпиондар лигасы жеңген, Ла Лига, Суперкубок, Бундеслига, Кубок Германии, Суперкубок Германии, Суперкубок УЕФА, әлем чемпионатын 2014-те жеңіп тастаған ол жігіт. 2014-те ол 23-те ма, 24-те ғана еді ғой сол кезде, мысалы үшін. Сондықтан оған Европа чемпионаты ғана қалды. Сол бұйыртса Еврода тек қана сәттілік тілейміз. Ройсқа да рахмет айтамыз. Артынан Ройсқа да рахмет айтып кетейік. Рахмет саған. Марко Ройс бізге осы футбол әлемдегі ең хейтері жоқ ойыншылардың бірі деп ойлаймын. Осы Тони Кросс пен Марко Ройс кезінде қаншама командалары, қаншама гранттар оны бізге өтсе алғың келсе деген сияқты айтты, бірақ өзі ешқандай командаға өтпей, мен қаламын Дортмундтық Боруссияға махаббатым шексіз деп, сондай бір әдемі андай ауылдан кетпейтін аталар болады. Әдемі историяны кешегі ойында әдемі аяқтайды деп ойлағанбыз, бірақ өкінішке орай 2-0 есебімен жеңіліп, Матсонға бүйтіп қолдау көрсетті ғой. Екінші гол өткізіп алған кезде Ройс ничего страшного деді ғой. Сол кезде Ройс ничего страшного, бұндайлардың талайын көргенмін, талай ұтылғам, так что көңіл күйін түсірме деген сияқты болды да. Сондықтан Марко Ройс пен Тони Кроссқа біз осындай әдемі футбол үшін рахмет айтамыз. Алғыс айтамыз. Енді Марко Ройс әлі де МЛС-те немесе басқа лигада бір ақша табу үшін чуть-чуть ойнайтын шығар. Сол кезде де бір әдемі голдарын көреді деген ойдамыз. Енді кешегі ойын деп жатсың, біраз айтып жіберші. Жаңа Тони Кросс деп жатсың ғой. Жаңа көп адамдарға футболға деген махаббатын ашты деп. Сол алдында жеңіспен футбол ойнадық. Білмеймін, өзін Тони Кросс санап жүр ма? Алыстан бас бере береді. И біреу де бармайды.
төбелесіздер ма? Төбелесесіңдер ма? Ладно, жеги. Сіздер үшін лучший игрок матча? Лучший игрок матча мен үшін бұл Винисиус сияқты. Винисиус па? Өйткені қаншалықты мен Винисиустың мінезін, қылықтарын жек көргенмен, оның алаңда жасайтын жұмысы негізі өте көп. Ол ассист бермесе де, гол бермесе де, ол біреуге пространство ашып береді, біреуді желтый карточкаға отырғызады деген сияқты. Кеше Райерсон, үрейірсін деп айтады ғой бізде. Райерсон қалай сол қанат, сол жақты Родриго көрінген жоқ қой бұлар кеше қарап тұрсаңдар. Өйткені Винисиус болды да, и Винисиус қандай жұмыс жасады ана жерде, и маған голын да салды, сөйтіп угловойды алып берген сол емес пе біріншісінде. Сөйтіп білмеймін, Винисиус кеше золотой мяч алуға бір қадам алға жасады басқалардан қарағанда. Сөйтіп кеше ойында көрінді ғой, что Винисиус мына жерде Беллингемнан бір бас жоғары екенін көрсетіп тастады деп ойлаймын. Өйткені Беллингем осындай матчтарда көрсетті. Беллингем осындай үлкен матчтарда кейде жай жоқ болып кететіні бар енді. Сондықтан Винисиус деп ойлаймын. Білмеймін, басқа Дортмундтық Боруссиядан мынау деп айтайын десеңдер, ол өйткені бәрі 2-0 жеңіліп қалғаннан кейін вратарлар бірақ жақсы тәшт етті негізі. Кобель біраз перекладинаның астынан келе жатқан Беллингем өзінің бұрынғы командасына қарсы ойнады да. Менің ойымша Беллингем тамаша ойыннан көрсетті. Сосын Рудигер мен Начоды қатты ойнады. Менің жеке ойым Карвахаль болған сияқты. Карвахаль болған сияқты. Күшті деп ойлаймын. Карвахаль на опыте алып шықты, өте қатты на опыте алып шықты. Дәл осылай кетіп екінші таймға көшейік кешеге. Екінші тайм басталды. Сол ойын жалғасып жатыр. Примерно бір уже 60-тан асқан кезде допы болады ау, экстра тайм болса екен, сондай 0-0 болға жатқан кезде хотя бы солай кішкене интрига ұстап, солай қызығырақ болсын деген ой болды да. Бірақ бір стандартта сол кезде комментатор айтып еді, осы Карвахаль кезіндегі Рамостың рөлін алып жүр деген сияқты сондай нәрселер айтқан кезде угловойдан Фулькруктың жауапсыздығының кесірінен деп айтсақ болады, Фулькрук жіберіп алды өткенде Карвахальды. Карвахаль есепті 1-0 болды. Еще сол угловойда Тони Кросс подавать етті. Еще угловойда зарабатывать тұрған кезде Винисиустың финтін көрдіңдер ма жеге? Бүйтіп былай өтіп кетеді ғой, бұтына өткізіп жібереді. И сол жерде Хумельс мына жерден ите жіберді, Винисиус деп күліп келе жатты ғой. О, бір жағынан Винисиуста тоже лучший игрокқа сай келеді сияқты. Шоумен ғой таза. Мен Кросс деп ойлаймын достар. Кросс? Кроссқа былай берейік деп айтсаң ешкім жоқ деп қарсы шықпайды сияқты, өйткені ол да кеше тамаша ойын көрсетті. Бірақ енді Карвахальдың голы әдемі кірді. Қатты әдемі. Ол деген еще оның алдындағы угловойда білет баспен ұрып, бірақ төбеден ұшып кетті ғой. Тип заслужил екінші рет ұрды, уже гол салды. Әдемі кірді негізі, өте қатты әдемі. Есеп 1-0-ден кейін уже Дортмундтық Боруссия көбірек ашыла бастады. Ол Реалға өте жақсы, өйткені Реал дейтін 2-3 паспен контратакаға шығып кететін команда. Сөйтіп 1-0 кезде оған дейін ауысқан игроктар білмеймін, әрі қарай уже бағанағыдан да қызық емес болып кеткен сияқты ойын. Уже компактный істейтін. Мен Дортмундтың әрі қарай ойынды алып шығатынына көңіл күйім сенген жоқпын, шын айтайын. Сөйтіп қазір мен сендерге бір айтайын, пока өздерің сөйлесе тұрсаңдар болады десең. Ройс 72-ші минутта шықты, 74-те Карвахаль салды. Одан кейін алаңға Малин мен Халлер шықты. Бірақ 80-ші минутта екеуі шықты да, сөйтіп Дортмундтық Боруссияда соңғы бір 10-15 минуттай болды, что кішкене владение алып, дальше бір деңе жасап көруге деген кезде Матсен жоқ жерден, ол жерде там 0% опасность бар еді, Малин алды да поперечный пас беріп, оны Беллингем перехват жасап. Оны кешірсін бе Беллингем? Оны кешірсін бе, сөйтіп сол жақ қанатқа береді. Винисиус теппей жатып, Беллингем қолын көтеріп қуанып жатты осы кезде. Сондай болды ма, мен байқамадым. Сондай болды. Сөйтіп Винисиус екінші голды салды да, сонымен ойынның тағдыры нүктесі сол жерде шешілді. Бәрі
байқадыңдар ма, барлығы қуанып жатырған кезде Беллингем жылап жатыр ма? Иә. Көрдің ме? Празднованиеда. Қуаныштан Беллингем жылап екінші бірінші голда, иә. сезонында осындай чемпиондар лигасын алу дейтін негізі Да. жап-жас ойыншыға өте үлкен бақыт қой. Сөйтіп 2-0 кейін Дортмундтық Боруссия уже полный сынды да. Бір жаңағы Замена офсайттан гол кіріп еді ғой. Иә. Сол кезде бір көрейік тағы да 5 минуттай дейтін кезде бірден отмена беріп тастап, өкінішке орай саналған жоқ ол гол. Негізі қалай ойлайсыздар? Допустим, офсайд болмағанда ойын басқаша болар ма еді? Гол салған кезде. Ойын басқаша болар ма еді? Ну, по-любому басқаша болар еді. Примерно. Бірақ Дортмунд екінші голды сала ма, салмай ма, ол үлкен сұрақ. Реалда салып кетуге болатын еді. Маловероятно, иә. Бірақ как минимум бізге бір 5 минуттай футбол қызықтау болатын еді. Иә. Өйткені 2-0 кейін әрі қарай уже свистокты күтіп отырдық. Ана жақта деген даже Реалдың игроктары да бүйтіп жүрді байқасаң. Сәл қуанып па? Қалай көтеремін, қалай фото саламын Инстаграмда. Заменда бәрі отқан кезде. Сөйтіп бірінші замена болған кезде точка болды. Тони Кроссты ауыстырды. Тони Кросс әдемі шыққан кезде бүйтіп бәрі андай тамаша болып шығарып салдық Тони Кроссты. Мен көңіл күйім түседі, сондай бір күшті игроктар карьерасын бітіреді ғой. Азайып отқан сияқты да. Сол үшін Тони Кросстың ойынына қарағанда Винисиуске қарай алмайсың да. Винисиус андай кішкене сонда да жақтыртпайсың ғой андай. Деп топты бер жібере салады. Скрамняга ғой просто. И бізді футболға деген махаббатымызды ашқан ойыншылар осылай ойыннан кетіп жатқан кезде кішкене настроение түсіреді. Одан кейін Тони Кроссты айтпақшы, Модрич ауыстырды ғой, андай күшті ауыстырды. Модрич келесі маусым тағы да бір маусымға контракт созып, әлі раздевалкада ақыл айтып, опытымен бөліседі. Модричке әлі кету ерте. Ол Кросс сияқты емес, мен до конца қалам деп сөйтіп қалып тұр. Өзін Кросстың 8-ші нөмірін алып, өзінің 10-ші нөмірін Мбаппеге берсе. Негізі рас болса, по идее Тони Кросс осы 10 жылы кету керек болған ғой. Каждый жыл сайын бір жылдан кетпей қаламыз. Контракт ұзартқан бір жылдан. Осы жыл қоштасып кетеді шығар. Осы бір жерден оқыдым. Тони Кросс, Модрич кетейін отырған кезде ол дейтін қалам деп зарплатасын вдвойне қысқартып, тоже контрактты продлевать еткен деп естідім. Онда прям күшті қалыпты чемпионстың сезонында. Сөйтіп Реал чемпион атанды. Кезекті рет мен 15 рет чемпиондар лигасында басқа командалар ұтқан тез айтшы десе айта алмай қалам. Реалдан басқа өткен Реал соңғы рет 41 жыл бұрын ғана жеңілген ғой финалда. Одан кейінгі финалдардың барлығында жеңген. Бұл Реалдың менталитеті, бұл Реалдың мықтылығы. Қанша адам жолы болды, судьяны бүйтті десе де, Реалдың мықты екенін мойындау керек. Ол Барселонаның да жанкүйерлері болса да, ол өткені мықты емес команда. Егер жолы болғыш бұндай болса, бір 2-3 рет қана жолы болған шығар кетсе, бірақ Барселонаның көп болельщиктері мойындап болмайды оны до конца. Бұл доминацияны мойындау керек. Чемпиондар лигасында Реалдан артық жақсы немесе одан көп трофей алған ешкім жоқ. Онда статистика, факт бәрі айтып тұр. Бірақ негізі мен андай бір ойландым да. Мысалы қазір в мире типа история бойынша Лига чемпионов самый главный турнир ғой клубтардың арасында. Реал бірінші орында тұр. Но егер де алай болып қалса, басқа клубтарда шанс болады бірінші орынға шығуға. Егер де чемпиондар лигасы жауып қалады полностью, ойлашы, жауып қалады. Бүкіл Реалдың заслугасы андай қалып қалады да, сол жабылғанмен бірге. И бір новый лига ашылады. Суперлига сияқты ма? Суперлига сияқты ашылады. И бәрі 0 болып қалады ғой бәрінде. Сол кезде Реалға обидно болады. Түсіндім сен. Түсіндің, не? Түсіндің ба? Мен де түсіндім, молодец. Егер де сіздер жазып кетіңіздер барлығын. Түсіндім. Тамаша. Реалды солай ғана өз көтіге болады. Негізі Анчелотти дейтін топовый тренер, андай гол салып отырған кезде де реакциясының өзі бар андай. Сағызды қалай шайнайды деші. Топовый. Күн замен жасаймыз. Кеше кімді көріп қалдым, байқап қалдым. Сөзім жүрегіме сәл жылулық келді.
Дортмундтың тренерінің көмекшісі Нури Шахин. Нури Шахин дейтін кезінде қатты хит болған еді сол кісінің формасы. Реалда ойнады ғой. Иә. Реалда ойнады, Дортмундта ойнады. 5-ші номерде болды ма қателеспесем Реалда сондай. Соның формасы қатты хит еді бізде. Нури Шахин дейтін. Бұрын сондай түріктер, сондай адамдар топ клубтарда ойнаса бәрден жақсы көріп кететін ғой біз. Хамид Алтын топ дейтін. Иә. Алтын топ деген золотой нөмірмен жазылатын. Мықты самый күшті кез ол дейтін, когда Зидан алып келеді ғой. Кубокта участвовать. Сол жер өтті. Ол да мәз болып келді ғой. Сосын неден Юрген Клопты көрсеткен кезде зал дейді ғой, болельщиктер. Дортмундтың жанкүйерлері жақсы көреді ғой Юрген Клопты. Юрген Клоп кеше мен болғанда ғой деп отқан шығар ана жерде. Сондай. Бірақ Дортмундтың тренері қазіргі өте қатты мықты тренер сияқты. Еще жас. Андай Дортмундтен жақсы клуб қой, но именно финалға дейін алып бару, блин, ондай жас тренерларға көбінің қолынан келе бермейді деп ойлаймын, жеке өзім. Өйткені, еще составта прям қатты қымбат, ондай мега супер звездалар жоқ. Бәрі жас ойыншылар, әлі опыттар жоқ. Средний игроктар. Келесі маусымда Дортмунд Боруссияға тек қана сәттілік тілейміз. Жалпы финалда болды, осымен финал аяқталды. Кеше финалдан кейін де қатты бір обсуждать ететін спорный моменттер ештеңе болған жоқ. По делу 2-0. Мен білгем осындай нәрсе болатын, бірақ мен Дортмунд ұтып кетсе екен дейтін іште сенім болады ғой, бүйтіп ертегі болса екен дейтінге сондай нәрсеге сендім да, бірақ кеше кәдімгі футболдың закономерный счет дейді ғой, сондай болды да, сөйтіп Реал жеңіске жетіп кетті. Құрметті Реалдың жанкүйерлері, барлығыңызды осы жеткен жетістіктеріңізбен құттықтаймыз. Жүректен құттықтаймыз. Иә. Мен өзім Барселона болельшік ретінде мойындаймын, Реал футбол тарихындағы ең мықты клуб. Резко Барселонаның жанкүйері болып кетті анау. Глорсың ба, бауырым? Енді сендерге бір сұрақ. Бұл Реалды кім тоқтата алады? Бұл Реалды менің жеке ойым осы 2 жылда тек қана Манчестер Сити тоқтата алады. Потому что осы Лига чемпионатта егер Мбаппе келсе ше Реалға. Блин, онда басқаша. Жоқ, мен ойымша самый Реалдың осы Элчидағы самый ең қатты соперник болған соперник ол тек қана Манчестер Сити. Потому что дейтін Гвардиола. Жоқ, мен ойымша Сити егерде келесі Элчида групповой этапта болсын кездесіп қалса, Реал ұтады сияқты. Сити сильнее Реалдан. Просто чудом ұтып кетті. 0 створ ворот болды ғой соңғы матчта. Ол деген Реалдың тарихында болмады вроде, да? Болмады тарихында. Біз Реалға валететпейміз. Сол үшін келесі ұта салады. И тағы да бір команда бар, Реалды ұтуы мүмкін. Бір 2 жылда Барселона сильный болып кететін сияқты мен бір. 2 жылда сезіп отырмын. Кстати, Барселона тренер алды. Жиналады. Флик. Барселонаға айтпақшы жаңа тренер келді. Флик деген. Бұрынғы сборный Германияның тренері. Баварияның тренері. Енді көреміз, ол Хави сияқты жас ойыншылармен жұмыс істей ала ма? Өйткені Барселонада анау айтқандай көп ақша жоқ трансферлік. Барано деген президент сақтап жүр онда ақшаның бәрін. Бір жаққа. Ешқайда тығамай жүр. Ешкімге жұмсағысы келіп жүрген жоқ деп. Сол Сити либо сенің жеке ойын Барселона, сенің жеке ойынша? Сити және өзімнің Ливерпулем. Хотя Ливерпульда қанша таяқ жесе де, бірақ осы келесі маусымда бізде жаңа тренермен мүмкін басқаша ашылады. Арне Слот деген Голландиядан келді. Енді когда жаңа тренер келген кезде бізде прям қатты перестановка жоқ қой состав бойынша. Бәрі сол баяғы андай. Сол жаңа тренер келген кезде кішігірім жаңа бүйтіп леп болады ғой. Бүйтіп кішкенірегім ойнақым келіп кетеді, бүйтіп бірдеңелер ашылып кетеді игрокта, сондай болады, соған сенеміз. А так бізде сол баяғы Алисон, Ван Дейк, Салах, Арнольд, Робертсон деген сияқты, Макалистер, Собослай бәрі қалған. Күшті. Составтың бәрі ешқандай бір проблема жоқ. Бірақ енді клуб жақсы жасап кетті. Бәрін жасап кетті. Енді сол проектті әрі қарай кішігірім өзінің фишкаларын қосып дамыту керек қой. Сосын менің 50-ге 50 тағы бір команда бар, Арсеналды ойлаймын жеке.
жеке өзім ойым. жеке өзінікі. Жоқ, потому что осы сезонда Арсенал білмеймін маған өте қатты ұнады. Осы сезонда иә өте қатты. менің ойымша негізі мойындау керек, кезінде BBC кезіндегі Реал Мадрид ол деген прям страшный еді ғой. Қазіргі Реал Мадрид енді типа кім тоқтатуы мүмкін дейтіндей Реал Мадрид емес сияқты, бәрі андай әрен өтіп жатыр ғой негізі, былайша айтқан кезде. Келесі жылы любой команда тоқтатуы мүмкін негізі. Былай бір удача да кішкене болған сияқты Реал Мадридте, өйткені все-таки везет. сол кездегі BBC кезіндегі Реал Мадрид ол уже қыратын любой команда. 5-0. Реалды кім тоқтата алады? Комментарийға жазып кетіңіздер, мына команда деп. Мүмкін сіздің ойыңыз дәл түсіп кетер. Сөйтіп Реалды да тоқтатып кішкене разнообразие жасау керек еді негізі. Ситиді Англияда тоқтатып кішкене басқа да разнообразие жасау керек еді. Мен алды осы маусым ортасында Ливерпуль, Арсенал, Сити үшеуі бір очкодан арасында сөйтіп чемпиондыққа таласып жатқан кезде мен айтқам, мен Арсеналдан қорықпаймын, Сити очкосын жоғалтса болды деп. Өйткені Арсенал білемін, что кейін біреуден ұтылып қала салады, сондай. Өйткені ол Ливерпульде де бар да, Ливерпульде кез келген команда ұтыла салады. Стабильность жоқ. Иә. И сөйтіп Сити ғана жеңілсе деймін. Сөйтіп Сити вообще жеңілбей, Арсенал бір қандай, Ливерпуль вообще шайып кетіп, сөйтіп Сити тағы да чемпион болып кетті. Бірақ Сити келесі жылы кездессе Реалды тоқтататындай сияқты. Деп ойлаймыз ғой, бірақ менде осындай сұрақ болып тұр. Келесі жылға мысалы биыл енді ең көп хейтқа түскен команда ол Барселона ғой. Және Бавария. Және Бавария. Ну, Барселона больше, да? Оның алдыңғы жылда даже Лига Европаның өзінен не Челси финалға жетпей құлап отыр да. Барселона не өзгерту керек деп ойлайсыңдар? Барселонаға. Атын. Барселонаға ма? Барселона Мадрид десе. Нормальный президент керек просто, жеке ойым. Тоқаев сияқты ма? Да. Бір игроктар алу керек деп ойламайсыңдар ма? Игроктар алу керек, ладно. Ол біріншіден, екіншіден ақша ғой по-любому решать ететін, меніңше жеке ойым. Сосын олар походу андай готовый проектпен жұмыс істейді да. Готовый игроктармен да. Не алып береді, солмен мә саған, мынаумен бір нәрсе қылдық. Ойна Лига Чемпионда дегендей ма? Мысалы, сендердің ертең кросс кетеді, кроссты кім заменить етеді деп ойлайсың? Кроссты ма? Модрич заменить етеді, бірақ мен по-любому Модричті ауыстырады. Жоқ, Модрич емес, бар ғой міне. Чуамини бар, Камавинга бар. Қоса бер қасына. Себальос бар, Брахим Диас бар. Беллингемді төмен түсіресің да, сөйтіп Мбаппе келсе Мбаппені жоғары көтересің. Бұл зештада Реалда жалпы ешқандай проблема жоқ. Мен дейтін орнына келуі мүмкін дейтін кім бар? Альфонсо Дейвис бар. Және Карвахальдың заменасы керек, Карвахальға қасына бар. Арнольд алып кетіп жүрмесін? Арнольд алып кетеді деген ой болған. Егер Арнольд кетсе мен қуанамын Арнольд үшін. Челсида Джеймс кетуі мүмкін тоже. Біздің анау бар, биыл тоже жаңалық болды. Бразилияда ойнайтын бір нападающий жас бала бар ғой, білесіңдер ма? 17 жастағы. Білмейсіңдер ма не? Фотосын көрсетейін ба? Келвин ба? Фотосын көрсетейін. Танıyын ба сонда фотосын көрсетейін? Білмеймін. Реал Мадридтің игрогі. Келесі жылдан бастап Реал Мадридтің ойнайды. Келвин дейтін игрок емес кішкентай. Сборная Бразилияда. Кішкентай. Сен бойың ше? Метр 72. Кішкентай деп сен де бір. Хорошо. Жоқ, Реал Мадридқа мен рахмет айтқым келеді. Неге? Өйткені мысалы каждый командаларда ойындар бар, типичный. Ал Реал Мадридта бір Пелен несі шығады. Мысалы Винисиус сияқты игроктар, Родриго сияқтылар, андай бір таза бразильский футбол қандай болатынын білесіздер ғой кезінде. Роналдиньо көрсетті, Пеле көрсетті, ана несетер шоу көрсетті. Неймар бар, кстати, да. Кеше Симба айтқан, кстати, кім Винисиус Рональдиньодан асып кеткен сияқты деп. Қателескен жоқсың ба, бауырым? Сен айттың ба? Егер айтпашы сен олай. Я жоқ енді тотально. Мен де просто жеңіс нервысына тию үшін. Жоқ, жеңіс нервысына емес. Жоқ, андай кәдімгі серьезно айтады да, осы Винисиус андай ұтып отыр ғой, потому что 2-0 бүйтеді деп айтады да, осы дейтін Винисиус дейтін Рональдиньодан асып кеткен сияқты что-то анандай. Винисиус Рональдиньоны әлі Буцина да татымайды. Иә, Буцина татымайды. Бірақ келетір.
жақсы келе жатыр дегенде карьерасы жақсы келе келе жатқан шығар, желе жатқан шығар мүмкін, бірақ Роналдиньо деген это волшебник шынымен де. Білесің ба, ютубта жалпы ютуб платформасында ең алғашқы миллион просмотр кім жинаған? Роналдиньо жинаған. ютуб тарихында. жоқ, футболда не істесе болады сол. Футболда істеп тастады ғой бәрін ол. Жоқ, негізі жоқ, мен мойындаймын, что Роналдиньо мықты Винисиустан, но менің ойымша Винисиус асып кетуі мүмкін. Иә, бәрінде шанс бар ондай. Бәрінде шанс бар. Ешкімді отрицать. Типа, жоқ, бәрінде шанс емес. Шанс жоқтар да бар. Типа, карьерасының басындағы 5 жылын онша емес бастағандар, уже легендаларға жету қиын дейді ғой. Ал Винисиус, типа, профессиональный играны бастағаннан бастап жақсы келе жатыр. Лига чемпиондар алды, жаңағы мойындаш, сөзімді өлейін. Винисиус бар ғой, Реалға келген кезде ша деп айттым ба, примерно 100% айттым ғой. Презентациясында. Бізде детский спорулар басталды. Бізде әр шығарылым сайын қонақтар келіп допты набивать етеді, неше рет деп дейді. Маусым соңында ең көп тепкен адамға бізде арнайы сыйлығымыз бар. Қазір осы жерде сенің футболдық данныйларын тексереміз. Примерно бір 10-нан ассаң, сенде шанс бар ұтып кетуіңе. Жақсы. Кеттік. Бүгін бізде қонақта Жеңіс Ғарифолла алдыңғы болған қонақтардың результатын жаңартуға тырысады. Ал Жеңіс, сәттілік, кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Тамаша, Жеңіс, әдемі. Камераға бір қол бұлғап қой. Болашақ және өткен қарсыластарыңа жалынды сәлем ретінде. Бізде Ерік әр шығарылым сайын бір кішігірім ойындар дайындап келеді. Сол бүгін саған дайындаған ойыны қызық па? Қызық. Мен де қатыссам болады ма? Сен де қатыссам болады. Болды. Екеуіне арналған ойын. Мен сендерге, тыңдап тұрсыңдар ма балалар? Мен сендерге бір әншіні айтамын. Сендер мына әнші мына клубта ойнауы мүмкін еді деп айтарсыңдар. Внешностьқа қарап примерно ше. Кеттік. Түсіндіңіздер ғой? Кеттік, давай. Біріншісі, мынау күлкілі Жұбаныш Жексенұлы. Ема. Жұбаныш Жексенұлы болды ғой. Атлетика Мадридта ойнайды. Вильяреал деп ойлаймын. Вильяреал? Атлетика Мадридта тамаша ойнайды сияқты просто. Бүйтіп брутальный. Екеуінікі де күшті вариант деп ойлаймын мен. Рома да мүмкін сияқты. Рома да ойнауы мүмкін сияқты, иә. Рома да мүмкін. Келесі әнші. Келесі. Бірден ауырынан легенда Қайрат Нұртас. Қайрат Нұртас. Реал Мадрид шығар. Басқа команда жараспайды сияқты. Звезда ғой, суперзвезда, Галактикос. Иә. Тек қана Реал. Реалда қандай нөмір дедіш? Қандай нөмір? Нөмір жоқ, КН деп. КН. Мамасы всегда болеть етіп тұрады, трибунадан. Күшті. Всегда андай солдау жинайды аренаға артып. Қайрат Нұртастың досы Төреғали Төрәлі. Тоттенхэм. Тоттенхэмда ойнайды сияқты, как будто негізі жарысып Төреғали Тоттенхэмда десе. Менің ойымша иә, бірақ Тоттенхэм деп ойлаймын. Тоттенхэм әдемі болады сияқты. Мен өзім енді кезіміз бәріміз айтып жүрік қой. Типа, кім күшті, Қайрат Нұртас па, Төреғали ма, Барселонада ойнаса күшті болады сияқты мен үшін. Ол да жақсы. Конкуренция сияқты ма? Иә, конкуренция сияқты. Хорошо. Одан кейін Алмас Кішкенбаев. Алмас Кішкенбаев. Динамо Москва десең. Алмас Кішкенбаев кішкене андай командада ойнайды сияқты, как будто. Брайтон деген сияқты. Брайтон? Прикольно. Жоқ, бұрын тамаша Интер ма? Жоғанда бұрын күшті болған клубтар болады. Қазір. Вольсбург деп ойлаймын. Недегі бар ғой? Германия недегі Бундеслигадағы. Менің ойымша. Мен де бір тамаша андай. Өзім әнші айтып, өзім клуб айтсам болды. Айтшы. Өзім әнші айтып, өзім клуб. Садрадин, Байер. Тамаша деп ойлаймын. Әдемі. Мирас ше? Мирас ол андай талантты ғой. Иә. Ол талантливый командада ойнайды. Ол примерно Боруссия Дортмунд, потому что или Аякс.
одан да әдемірек ол. Одан да әдемірек. Примерно. Айтпақшы, кім Челсидің жанкүйері? Да? Иә. Ё-моё. Челси? Мирасқа Челси деймін. Бұл информациямен не істеймін деші. Ал келесі әнші. Енді келесі әнші өте әдемі адам. Жаңағы сен айтқан әдемі адамнан кейін тағы бір әдемі адам кетеді. Қанша жасы нешеде болса да жас көрінетін орда тобындағы Дастан. Орда Такой тобында креативный бір нәрсе керек сияқты клуб. Өте әдемі адамға бір креативный емес бір Милан. Иә, Милан дегенде әдемі жарысады. Милан әдемі. Ювентус тоже әдемі. Ювентус қой? Ювентус. Әдемі келеді сияқты. Ювентус прикольный. Сосын андай қиын сұрақ. Бірден 4 баланы айтамын. Ирина Қайраттың жігіттері қайда ойнауы мүмкін? Иртыш. Илюха Ақжайық. Оралдық. Марка Елімайда. Егер үшеуін бір жерге ойнататын болсақ? Үшеуін бір жерге ойнатайықшы. Қызық сұрақ екен ғой. Иә. Сен де дұрыс жауап беріп күшті бір жауап болмады. Мен сұрақ қояйын. Сен ғой. Жоқ, жауап беріп тұрсың. Жауап беріп тұрсыңдаршы. Жаңағы Ирина Қайраттың жігіттері қайда ойнауы мүмкін еді. Мен айтайын ба? Давай. Андай неше түрлі звезда жиналып қалатын жерлер бар ғой, андай неше түрлі адамдар жиналып қалатын. Аль-Наср сияқты бір командалар ғой, Ливерпульдан неден. Жоқ, негізі ол менің жеке ойым Алдик Манчестер Сити. Ух ты. Сондай әңгімеде отырмыз кішкенеден кейін. Алдик Манчестер Сити. Илюха Зенит. Марка Манчестер Юнайтед. Марка бір андай Венесуэланың командасында ойнайды. Не давай соңғы. Сен айтайын да. Соңғысы сен айт. Давай рэперлардан. Делакур. Делакур қай командада ойнайды дейін ба? Иә. Қазір есіме түсіріп алайын. Бешикташ. Бір Балатели сияқты. Бір андай. Ол Бешикташ қалданады. Иә. Немесе Аякс. Асқа принц соңғысы. Ол Фенербахче ғой. Екеуі бір-біріне жақын болу керек қой. Галатасарай сияқты. Десе Қытайдағы бір командада жүрмейміз да. Болды, мен кімді айтпақшы өзгерттім? Делакурды. Ол кімде ойнайды? Аякста. Неге деші? Неге? Амстердамдікі ғой? Өйткені Амстердам андай Аякс күшті команда ғой, сол үшін ғой. Андай новый игроктар шығады. Күшті. Андай Аякс деген типа всегда лига чемпионатта жақсы өнер көрсетеді, сол үшін, иә. Ал жігіттер, ойларыңа, ойындарыңа бәріне рахмет. Осымен біздің осы 2023-2024 клубтық маусым соңына жетті. Кешегі ойынмен сөйтіп жалпы маусым бойынша чемпиондар лигасын қосқанда да, топ чемпионаттарды қосқанда да өздерінің кішігірім ойларында айтып кетсеңдер. Несімен ұнады осы маусым және келесі маусымнан не күтеміз? Бізде алда Евро бар, ол Евро уже сборныйның әңгімесі. Сондықтан осы клубтық маусымда не ұнады, не ұнамады, сол туралы кішігірім бастап берейін ба, или өздерің? Сен бастап берші. Мен бастап берейін ба? Біз қостаймыз. Клубтық маусым осы жылы жақсы болды мен үшін. Чемпиондар лигасында өте жақсы ойындар болды, байқадыңдар ма? Жақсы топтар бір-біріне түсіп қалды, бүйтіп бір-біріне. Әдемі сенсациялар болды. Групповой этаптан бастап Копенгаген МЮ-ді ұшырып жібергенде, там группа смерти болды. Милан, Ньюкасл, ПСЖ, Дортмунд деген. Ешкім күтпеген Дортмунд сол группадан бірінші орын алып шықты деген сияқты. Чемпиондар лигасында камбэктен камбэк, Реалдың ойындарын көрдік, әрқайсысына. Ситимен қарсы қалай тамаша ойын, Баварияға қарсы қандай ойындар, Дортмундтың сенсациясы қандай әдемі болды. ПСЖ-ны ұшырып жіберген, Атлетиконы ұшырып жіберген деген сияқты. Жалпы биыл чемпиондар лигасы алдыңғы жылдардан қарағанда кішігірім қызықтау болды. Көбіміз қарадық. Бірінші ойыннан кейін, бірінші ойын ничья болып, екінші ойындарға әдемі заявка тастап отырды. Ал бұлай чемпионаттарда да Англияда сол әдеттегідей, бірақ Сити чемпион болып кетті. Бірақ Арсеналдың келесі маусымда біз тағы да келіп көрсетеміз әлі деген сияқты. Ливерпульде өзінің топ 3-те сақтады. Челси перестройка болғанымен де осы АПЛ-дегі осы маусымда ең қызықты матчтарды сол Челсидің қатысуымен Ситимен 4-4,
Фулхэммен 4-3 ба Юнайтед ұтқан. Сити Юнайтедті 4-3 ұтқан, 3-1 жеңіліп жатып Палмер хет-трик жасайтын кезде. Сондай жалпы АПЛ енді болсын болмасын әрқашан қызық ол. Қызық, самый лучший. Қай маусым болмасын. Франция дегенді айтпай қоямыз. Испанияда жақсы. Испанияда Реал, биыл Жирона басында кішігірім сенсация жасап Чемпиондар лигасына өтті. Енді келесі жылы бұл Ла Лигадан одан да көп қызықты матчтар күтеміз. Ла Лигада Сериядағы Интердің чемпион болғаны, Милан 2-ші орын алып, жалпы Италияда интрига негізі әр жыл сайын сақталады. Ал кімде енді келесі маусымдағы осы трансфердегі басты сұрақтардың бірі Килиан Мбаппе Реалға келе ма деген. Ең басты сұрақ. Сол жалпы маусым өте жақсы болды. Мен осы маусымда футболға деген қызығушылық одан сайын асты. Енді келесі жылы осы мынау Мбаппе деген сияқты ойыншылар бүйтіп ауыстырып, тағы да кішігірім уровеньді жоғары көтеріп, қызығушылықты көтерсе, Чемпиондар лигасы болсын, Ла Лига болсын, АПЛ болсын, барлығы қызық болады деген үміттемін. Өзім Ливерпульдің жанкүйері ретінде келесі маусымнан тек өте қызықты және футбол көретіндей 1-0, 2-0 емес, одан да қызықты ойындар болады деп күтемін. Енді осы маусымға ешқандай өкпем жоқ. Бір трофеймен ғана бітірсек те, бірақ бәріне рахмет айтамын. Маусымда енді сол келесі Еуропа чемпионатында жолығамыз. Оған дейін бірдеңе айтып жіберсеңдер. Мен қысқа итог года істегім келіп тұр. Жыл разочарованиесі Барселона болды. Және Челси. Және Челси болды. Жылдың ең андай жаңалығы десе де болады. Жаңалық клубы Байер болды мен үшін. Байер биыл бізге футболдың нағыз серия победтің қандай екенін бізге көрсеткен команда. Еще 10 лигасында Боруссия Бавария бар екеніне қарамастан 90 очко жинап, жылдың ең үздік составы мықты болған команда мен үшін Сити болды. Бәріміз білеміз, Реалда қалай қинаған соңғы матчта. Жылдың ең онша емес лигасы, топ-5 лигасының арасында ең интригасы жоқ лига ретінде серия А мен жаңағы Франция жайғасты. Жылдың үздік лигасы ретінде енді соңғы 10 жылдықта менде бір-ақ лига тұр. АПЛ. РПЛ. Жылдың ең үздік командасы сөзсіз Реал Мадрид. Реал Мадрид болды. Ал Челсидің жанкүйері ретінде биылғы маусым жайлы. Почетиноны да құрттыңдар. Составты да бытшын шығардыңдар. 39 игроктарың бар. Не дейсің? Комментарий дейсің. Бірінші очередь Палмерға рахмет за открытие, за красивый футбол. Рахмет саған, Палмер. Екіншіден... Егер Палмер біздің подкастты көріп отырсаң, рахмет саған. Келесі сезонға енді үлкен үміт бар. Жаман ұзақ сөйледің ғой сен. Қандай жаңалық бар сен? Палмерға рахмет. Келесі сезонда жалпы бірден көшіп келгенше. Негізі күшті жаңалықтар болды ғой сендерде. Челсиде ма? Иә. Біреуді ұтқан шығарсыңдар, мүмкін айтсыңдаршы. Басталды. Жоқ, просто соңғы маусымның соңында жақсы ойындар көрсетіп. Маусымның соңында өте жақсы ойын. Енді Челсидің хейтер емеспін, просто. Почетино не үшін кетті? Почетино из-за руководства. Руководство именно Почетиноға айтқан игроктарды алмайды. Өзінің бір проектісі бар, именно ақша зарабатывать ететін. И сол себепті онымен келіспейді, толықтай кетіп қалды. Оны звондап тұратын ба сен? Жоқ, новостьтен оқыған кезде солай айтты. Қазір Лестердің Лестер сияқты соның бір тренерге танымаймын лично өзім. Бірақ ол источникта былай жазған, то что ол Гвардиоланың ученики ретінде. Гвардиолалау ма? Соған үлкен бір келесі сезонда үміт бар. Сен қалай ойлайсың? Мен ойымша Челсидің андай бір худший сезон емес сияқты. Жақсы ойнады осы сезон. Типа МЮ сияқты лига чемпионатқа өтпей қалып, немесе ондай нәрсе. МЮ дегенді айтпай қойықшы. МЮ-ді айтпай қойықшы. Палмерге рахмет. Және маусым үшін барша клубтарға рахмет. Ал құрметті көрермендер,
сіздермен осы клубтық маусымды аяқтадық. Енді бізде Еуропа чемпионаты Германияда өтетін, оған бізде арнайы келесі шығарылым болады. Еуропа чемпионаты жайлы әр группаны талқылап, кімде қандай шанс бар, сол жайлы әңгіме өрбітетін боламыз. Осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Барша Реал жанкүйерлерін Чемпиондар лигасының 15-ші кубогымен құттықтаймыз. Және басқа клубтарға келесі маусымда сәттілік тілейміз. Бүгін бізде қонақта болған әнші Челсидің жанкүйері біздің досымыз Жеңіс келіп ойынмен бөліскеніңе көп рахмет. Ал сіздердің сол тұрақты жүргізушілеріңіз мен аңсаған және Ерік Нияз, құрметті көрермендер, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Біз кез келген комментарийді оқимыз. Кейбіреуін оқып көңіл күйімізге түсіп кетеді, бірақ сіздердің ойларыңыз кез келген уақытта бізге керек. Сол футбол көріңіздер, футбол сіздерді алдамайды. Инсайт подкастта жолыққанша.